Нұр-Сұлтан қаласында 15-ші халықаралық Еуразия кинофестивалі басталды. Байқау аясында 12 толық метражды және дәл сонша қысқа метражды фильмдер сараланатын болады. Принцип отбора этих картин был такой, что Біз кинофильмдерді таңдап іріктеген кезде олардың соңғы жылдарда, яғни 2018-2019 жылдары түсірілгендігіне қатты мән бердік. Осы кинотуындылардың көбі әлбетте А санатындағы халықаралық фестивальде жүлде алған туындылар. Киноның білікті мамандары, жетекшілері, продюсерлері осы шараға көптеп жиналды. Шақырған адамдарымыз түгел келді. Олар осы ортамызда отыр. Біз оларды әлемнің әр түкпірінен шақырып, Қазақстан туралы көп мәлімет беріп, мүмкіндіктеріміз туралы пікір алмастық. Еліміз туралы көп ақпарат ұсындық. Одан өзге келген қонақтарға ұсыныстарымызды айтып, қазақ киносының болашағын дамытуға қадам жасау мақсатында бірлесе кино өнімдер шығаруға шақырдық. Шетелдік кино мамандарының айтуынша, Еуразия фестивалінің жылдан жылға беделі өсіп, абырой асқақтап келеді. Туындыларын ала келген режиссерлер осы шарада көзге түседі. Сіздерде кинода артхаустық бағыт басым, сондықтан да көркем фильмдеріңіз әлемдік дәрежеге келді. Тіпті оны назарға алып, тілге тиек етуге де болмайды. Айдан анық көзге көрініп тұр. Мәселен, мен Ермек Тұрсыновтың «Жат» фильмін әлемдік деңгейдегі кино санатынан көремін. Үсті-үстіне өткізілетін дөңгелек үстелдер, конференциялар, кинематографистердің шеберлік сыныптары фестивальдің ауқымын айшықтайды. Фестиваль аясында байқаудан тыс шаралар өтеді деп жоспарланған.